қыздар, бүгін мен сіздерге қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі құрт көжені жасауды рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл көбінесе орталық және солтүстік Қазақстанда кеңінен таралған. Менің анам орталықтың қызы болғандықтан, үнемі нағашыларыма барған сайын әжем таңғы асқа жасап беретін. Бөлелерімізбен бірге отырып ішетінбіз. Бір шетінен менің балалық шағымның дәмі десем де болады. Ал негізінде бұл көбінесе кезінде батырларға күш қуат беру үшін, денесін жылы ұстау үшін, сонымен қатар жас босанған аналардың сүтін көбейту үшін ұсынылатын тағамның бірі. Жасалуы өте оңай, дәмді. Қазір видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Ол үшін біздің басты қоспамыз, ол бізде малта, сүзбе, ірімшік деп айтып жатады. Міне осыны қазір шамамен 1 литр көже жасаймыз. Мына суды қайнатып аламыз отқа. Және ұнды бір ыдысқа салқын сумен араластырып езіп аламыз. Яғни бұл іртік болмас үшін қазір қайнаған суға салған кезде жақсылап араластырамыз. Кәдімгі ботқа сияқты болу керек. Бұл ұнды біз қайнаған суға саламыз. Және мына малтаны да дәл солай суға салып езіп аламыз алдын ала. Бізге дәміне қарай тұз қажет болады, сосын май қажет болады. Міне біздің суымыз осылай қатты қайнап жатыр. Осының үстіне ұнды саламыз. 1 литр суға 1 шыны. Осыны жақсылап қайнатамыз. Бір 15-20 минуттай қайнап, қоюланып, кәдімгі сорпа болып тұру керек. Өте қою болу қажет. Тым көп ұн қоспаңыздар. Егер қалауларыңыз қою болған қаласаңыздар, онда ұнды көбірек қосуға болады. Оны жақсылап араластырып тұрамыз. Бұны екінші әдісі бар. Кәдімгі еттің сорпасы бар ғой, бешбармақ. Сонымен де жасауға болады. Сол бешбармақтың сорпасының үстіне малтаны салып, сосын ұн салып қайнатсаңыздар, өте нәрлі болады. Міне осындай ғана татына қарай тұз саламыз. Көп қажет емес, себебі шөлдетуі мүмкін. Оның үстіне малтада да кішкене тұзды болады бұл. 15 минут қайнады. 15 минуттан кейін 5 минуттай шамасында малтамен қосып қайнатып аламыз. Сұйықтығы осындай болды. Кішкене астын қосайық газын. Қасынан кетпей ұдайы араластырып тұрыңыздар, себебі бұл жабысып қалуы мүмкін. Іртік болып қалмас үшін. Қасықпен араластырып тұрасыз. Мінекей 5 минуттай қайнады. Қоюлығы осындай болды. Өзі суыған кезде бұл тағы да кішкене қоюланатын болады. Енді осы көжеміздің үстіне сары майымызды саламыз. Кішкене дәмін кіргізеді. Ыстық күйінде майды ерітеміз. Өзінің температурасымен сары май еру қажет. Міне майымыз толықтай еріді. Қолдың майын қоссаңыздар да болады, немесе құйрық май қоссаңыздар да болады. Ол өте дәмді болады, дәмін кіргізеді, әрі құнарлығын жақсы қылады. Енді осыны суытып іше берсек болады. Баршаңызға ас болсын.